Осы декларация туралы айтатын болсақ, ағымдағы жылдың 1 қаңтарынан бастап барлық азаматтар кезең-кезеңмен табыстарын, мүліктерін, ақшаларын декларациялау керек. Бірінші кезекте бұл көлеңкелі экономикамен және жемқорлықпен күреске қажет. Енді дәл сол есеп беру анығында коррупцияны жеңе ала ма? Қазірдің өзінде кімдер тапсырып үлгерді осы декларацияны? Мемлекеттік қызметкерлерден бөлек тағы кімдер және қашан декларация тапсыруы тиіс? Қазір айтып көреміз. Сонымен бүгін негізгі тақырыбымыз жалпыға бірдей декларация жемқорлықты азайта ма? Расында да декларация туралы біз нені білуіміз керек? Енді әрқайсына рет-ретімен тоқталсақ, жаңа айтып өткенде елде жалпыға ортақ декларацияның алғашқы кезеңі биыл 1 қаңтарда басталды. Ол бойынша мемлекеттік маңызы бар істерге араласатын жоғары лауазымдағы шенділер, олардың жұбайлары, квазимемлекеттік сектордағылар жалпы А корпусы декларация тапсыруы тиіс болған. Бірақ Кірістер комитеті берген мәліметке сәйкес қазір 4402 мемлекеттік қызметкер табыстарын жария етпеген. Осылайша жемқорлықпен күресеміз дейміз. Онда неге осынша атқамінерлер жиған терген кірістер комитетіне мәлімдемеген? Бұл туралы кірістер комитетінен өзінен ашып сұрайтын боламыз. Алдағы уақытта олар студияға келетін болады. Ал оған дейін көрермендерімізге декларацияның өту кезеңдерін айтып берейік. Жалпыға бірдей декларация 4 кезеңде жүргізіледі. Дәл қазір міне көргендеріңіздей, бірінші кезеңде жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын адамдар мен жұбайлар, әйелдер мен күйеулер, яғни мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдар мен жұбайлар, мемлекеттік функциялар, яғни мемлекеттік маңызы бар істерде жоғары лауазымда отырған азаматтар тапсыру керек бірінші кезекте. Екінші кезең бойынша бұл 2021 жылдың 22 жылдың 1 қаңтарынан, мына жерде қате кеткен екен, 2022 жылдың 1 қаңтарынан басталады мемлекеттік мекемелердің қызметкерлері. Олардың ішіне білім беру, денсаулық сақтау, мәдениет, спорт және тағы басқа салаларды қоса алғанда сол азаматтар тапсыруы тиіс. Үшінші кезең 2024 жылдың 1 қаңтарынан басталуы тиіс. Заңды тұлғалардың басшылары мен құрылтайшылары, қатысушылары және жұбайлары, дара кәсіпкерлер және жұбайлары. Ең соңғы 4-ші кезең 2025 жылы жүргізілуі тиіс. Азаматтардың қалған санаты, яғни бізді көріп отырған көрермендер, қарапайым жұмысшылар, қарапайым азаматтар өзіміз секілді барлығы осы 4-ші кезеңге кіреміз. Ол 2025 жылдың 1 қаңтарынан басталады. Сонымен қымбатты көрермен, әдеттегідей бұл табыс мәселесін, декларация мәселесін өздеріңізбен бірге талқылауды жөн көріп отырмыз. Әдеттегідей Telegram каналда сауалнама жүргізуді бастап кеттік. Оған қатысу үшін дәл қазір экранда көрсетілген QR код сканерлеңіздер, артынша біздің Telegram каналымызға өтесіздер. Бүгінгі сауал негізгі тақырыпқа сәйкес келеді. Жалпыға бірдей декларация көлеңкелі экономика және жемқорлықты жоя ала ма, яғни тежей ала ма? Бірнеше нұсқа берілген, әрине табысын жария еткеннен кейін барлығы бақылауда болады. Екінші нұсқа жоқ, елдегі жемқорлықтың масштабын біле тұра. Бұл амал ешқандай көмек бере алмайды деп айтуға болады. Үшінші, жауап беруге қиналамын және өз жауабыңыз, егерде осы декларацияға қатысты, табысты жария етуге қатысты ойыңыз, пікіріңіз, сауалыңыз болса, мархабат, уақытымыз жетіп жатса міндетті түрде оқып өтеміз. Сонымен бүгін бізде қонақта Қазақстан Республикасы мемлекеттік кірістер комитетінен осы тақырыптың өзін рет-ретімен толыққан талқылауға кірісіп өтетін болсақ, Аржан, ассалаумағалейкум, қош келдіңіз. Енді сонымен декларацияны естіп жатырсыз. Жаңа ғана бір ақпарат айтып өттік. Кірістер комитетінің мамандары келгенше, не скайп арқылы байланысқа қосылғанша сізбен тілдесе берсек, кірістер комитетінің өздері айтты бұл мәселені. 4402 мемлекеттік қызметкер декларацияны әлі тапсырмаған. Жалпы декларацияны тапсырмау қандай жауапкершілікті көздейді? Қазіргі таңда біз әкімшілік кодексте көрсетілген жауапкершіліктер, ол біріншісі, егерде декларацияны өткізбесе, немесе де оның ішінде жалған ақпараттар көрсетсе, оларға бірінші небәрі тек қана уведомление береді, ескерту жасайды. Ескертуден егерде ол 1 жылдың ішінде қайталанса, онда айыппұл салынады 3 айлық есептік көрсеткіш көлемінде.
Және де егерде ол мысалға жалған ақпарат мысалға беріп, немесе де оның берген табысы, мысалы осы жылы көрсеткен табысы мысалға 1 миллион декларация көрсетілсе, бірақ мысалы бағанағы мемлекеттік кірістер комитеті тексеріс барысында мысалға басқа да сома қомақтығын мысалы тапса, онда сол мүліктің мысалға салығының, төленетін салығының 200%-ын көрсеткіші көлемінде нені төлейді, салықты төлейді мемлекетке. Бұл айыппұл ретінде жаңа? Иә, айыппұл ретінде ол ИПН деп айтамыз ғой, бағанағы әр азамат мысалға біз өзіміздің жалақымыздан мысалға тапқан біздің табысымыз ғой, жеке тұлғаны. Содан біз мысалы мемлекетке 10% өзіміздің ИПН-ді төлейміз. Орысша айта берсек, көп түсінеді. Сондай салықтың күйінде олар мемлекетке ақшаны қайтарады, бағанағы пайызды көрсетілген. Егер ол мысалға қайталана беретін болса, бағанағы мемлекеттік орган айту бойынша, министерство, қаржы министрінің айту бойынша, олар қазіргі таңда бір тәртіптер дайындап жатыр, сондай қызметкерлерді мемлекеттік жұмыстан босату бойынша. Жақсы, сұхбатыңызды өзіңізбен сұхбаттарымен қарай жалғастырамыз. Спикеріміз келіп тұр. Дәл қазір Мемлекеттік кірістер комитеті басқарма басшысының орынбасары Айнұр Сартаева ханым. Айнұр ханым, армысыз, қош келдіңіз. Енді декларацияны бастап кеттік Аржан мырзамен талқылауды. Енді декларация туралы жалпы қысқаша мәлімет беріп кетсеңіз, биыл бірінші кезеңі басталды, 1 қаңтардан бастап А корпус тапсыру тиіс болған. Бірақ сіздердің берген мәліметке сәйкес 4400 қызметкер әлі тапсырмаған. Осы негізі 15-ші қыркүйекке дейін тапсыру керек болатын декларацияны. Бұл азаматтардың ішінде 4400 адамның тапсырмағаны белгілі болып, олардың барлығына хабарлама жолданды. Және қазіргі уақытта осы 4400 хабарламаны орындаған 1800 адам бар. Яғни 1800 адам бүгінгі күні сол декларациясын тапсырды, кешігіп болса да. Және тиісінше олар сол декларациясын кешігіп тапсырған үшін оларға әкімшілік жауапкершілік қарастырылған. Бірінші рет егер ондай заң бұзушылық жасаса, онда оларға ескерту беріледі. Ал егерде ондай заң бұзушылықты 1 жылдың ішінде қайтап жасаса, оларға 3 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынады. Қазір енді негізі екінші кезең 2023 жыл басталуы тиіс болған, қателеспесем? Дұрыс айтасыз, 2023 жыл. Бұған дейін енді осы А корпусы бар жаңағы мемлекеттік лауазымдағы азаматтар әзірге активтерін декларациялады, тағы қандай мүліктерді әлі декларациялаған жоқ, табыстармен? Мүліктерін жатады, активтің өзіне мүліктер жатады. Актив дегеніміз ол жаңағы жеке адамның иелігінде барлық мүлкі бар, оның жаңағы банктік шоттарында ақшалары бар, барлығы сол активтеріне жатады. Бұл жерде тек қана А корпусы ғана емес, сізде аздап жөндеп жіберейін, рұқсат болса. Негізі бұл жерде барлық мемлекеттік қызметшілер, олардың жұбайлары, зайыбы, сонымен қатар оларға теңестірілген азаматтар да бар. Сонымен қатар биыл мемлекеттік қызметшілермен бірге квазимемлекеттік сектордың қызметкерлері, яғни жоғарғы қызметтік лауазымда отырған, олардың басшылары тапсырған болатын декларацияны. Бұл 4400 адамның ішінде басым бөлігі кімдер? Енді қазір сізге бөліп айтпаймын. Бұл жерде олардың жұбайлары, зайыбы, басқа да. Негізі қызметкерлердің өздері бұл тұста тек қана осындай жаңағы отбасының мүшелері тапсырмаған болып отыр ма? Осы статистика содан шығып отыр ма? Жалғыз ондай ғана емес, бұл жерде кейбір санаттағы азаматтар бұған дейін бұрын декларация тапсырмаған, мысалы мектептің директорлары, мемлекеттік жаңағы мекемелердің бірінші басшылары тапсырды. Сонымен қатар жаңағы бұл бірінші басшылардан бөлек жаңағы мемлекеттік сатып алуға қатысатын кезде қол қою құқығы бар. Бас бухгалтерлер тапсырды. Білім, жаңағы спорт, денсаулық, олар саласындағы азаматтар, қызметкерлер енді осы ағымдағы келер жылдан бастамайды. Жоқ, бірінші басшылар ғана. Жаңа айтып өткендей, мемлекеттік қызметке қатысатын кезде госзакуп дейді, сонда қол қою құқығы бар азаматтар. Яғни ол жерде бірінші басшылары бар, оның есепшілер, бас есепшісі болуы мүмкін, енді әр мекеме өзі сондай тұлғаларды жауапкершілігіне қарай міндеттейді ғой, сол кісілерге қатысты ғана. Декларация тапсыру туралы шарттарын көрсетіп өтсек, дәл қазір қандай декларация, қалай тапсырады, қағаз ба электрон түрде халыққа түсінікті болу үшін декларациялау жүйесіне енген кезде активтер мен міндеттемелер туралы бұл жаңағы нені декларациялау керек? Дұрыс қой, Кейіннен халық жыл сайын кірістер мен мүліктер туралы декларацияларды ұсыну мерзімдері
қағаз жеткізгіште декларацияны тапсыру міндеттемесі туындаған ағымдағы жылғы 15 шілдеден кешіктірме. Яғни қағаз жүзінде 15 шілдеге дейін тапсыру керек болды, электронды түрде 15 қыркүйекке дейін. Яғни бұл жерде мерзімнен қарап отырсаңыз, мен кішкене толықтырып жіберейін. 15 шілдеге шейін сіз қағаз жүзінде тапсырып үлгермеген жағдайда да сізде қосымша 2 ай уақытыңыз бар. Сіз электронды цифрлы қолтабанын алып, электронды түрде бізде әртүрлі ресурстар болды. Қосымша салық төлеушінің кабинеті болды, егов арқылы, сонымен қатар е-салық азамат деген мобильді қосымшаның ішінде сондай степ-бай-степ дейді, қадам-қадаммен жаңағы сұрақ жауап сияқты сіз оған небәрі 2 минутта ғана сол декларацияны тапсыруға мүмкіндік болды. Яғни сіз ол жерде Қазақстанның аумағында орналасқан мүлкіңізді көрсетпейсіз, банктердегі шоттарыңызды көрсетпейсіз, ол ақпарат жаңағы мүліктерге қатысты ақпарат бізге онсыз да барлық мемлекеттік органдардан келіп түседі ғой. Себебі сол үшін біз жеке азаматтарға неғұрлым оңай болу үшін солай қадам-қадаммен тек сұрақтарға жауап беретіндей ғана мүмкіндік жасадық. Бұл жерде егер де тек Қазақстаннан тысқары жерде шетелден мысалға мүлкі болса, егер мүлкі жаңағы үйі немесе көлігі болса, соны ғана көрсету керек. Және шетелдегі банктердегі шоттары болса, соны ғана көрсету керек. Сонымен қатар қолма-қол ақшасы болса, 10 мың айлық есептік көрсеткішке дейінгі. 10 мың айлық есептік көрсеткішке дейін бұл шамамен қанша? Ол 29 миллионнан асады. Биылғы жыл 2917 теңге ғой. Содан асады. 30 миллиондай. 30 миллиондай. Яғни 30 миллионнан асатын мүлігің болса, жоқ, қолма-қол ақша 30 миллионға дейінгі. Одан асса, сіз негізі сіз барынша логикаға сәйкес келгенде, сіз 30 миллион ақшаңыз болса, соны үйде банкінің ішіне болмаса жастықтың астына сақтап қоймайсыз ғой. Соны бір жаққа активқа салғыңыз келеді, немесе айналымға, немесе үй алып қойғыңыз келеді, сол емес па? Сол үшін сондай жасаған сондай шектеу. Мынау енді жалтару кезінде жаңағы алдап соғу мысалы, бағана айтып жатырмыз, шетелдерде көп кездеседі ғой, енді футболисттерді алайықшы мысалы ретінде, салықтан жалтарып жатады, оларда бір қылмыстық іске дейін қозғалып жатады. Бізде қалай осы жауапкершілік? Жаңа Аржан мырзадан сұрап жатырмын, 200% көлемінде жаңағы табысының сондай мөлшерде айыппұлдар төлеу мүмкін дейді. Бұл жерде жаңағы барлығын жаппай қылмыстық жауапкершілікке тарту механизмі қарастырмаған. Мысалы, жаңағы өзіңіз байқап отырғандай, 3 айлық есептік көрсеткіш ол жаңағы уақытты тапсырмаған үшін. Яғни адам ұмытып кетуі мүмкін, ол білмей қалуы мүмкін, сондай декларация тапсырған соң әртүрлі сондай форс-мажорлар болып қалуы мүмкін. Онда да ескерту жасалады. Одан кейін, егер де жаңағыдай ол көріне көзге сондай табысын жасырып, жалтарып, қылмыстық әрекетке сондай сипаттама болып тұрса, онда оның әрине оның жауапкершілігі қатал болады. Ол ары қарай қылмыстық кодекспен де қарастыруы мүмкін оның жауапкершілігі. Жалған ақпарат. Кейбір адамдар жаңағы үйіндегі жаңағы банкте айтқанда кішігірім мүлкін көрсетуге ұмытып кетеді. А кейбіреулер шетелдегі банктағы миллиардтаған мысалы тыққан ақшаларын көрсетпеуі мүмкін. Бұл жерде енді банкте қарастырылған әділеттік принципте сақтау керек қой. Сол үшін біз басқа ана кісілерге қатысты басқа жауапкершілік, мынау жаңағы жалған ақпаратты көріне көзге бақырайтып қойып жасырып отырған кісілерге сіздер қалай анықтайсыздар жасырып отырғанын? Қалай білуге болады мысалы? Енді бізде қазір мысалы шетелдегі ақпаратқа байланысты Қазақстан көптеген халықаралық конвенцияларға, келісімдерге енген. Сол мысалы Еуразиялық экономикалық одақ елдерімен бөлек конвенция бар. Мысалы Гаага конвенциясы бар. 50-ден астам қателеспесе мемлекетпен, жоқ, Гаага конвенциясына 100-ден аса мемлекет оған мүше. Сол мемлекеттер бір-бірімен жаңа ақпарат алмасу туралы келісімге отырған. Яғни бұл келісімдердің барлығы кейбіреулер 2021-ден бастап ақпарат алып жатыр. Кейбіреу 2022-ден бастап ақпарат алып жатыр. Сол кезде егер де біздің азаматтың сондай сол елдегі мүлкі бар екенін расталып жатса, онда әрине бізде сұрақтар туындайды, ол кісіге айтады. Ол кісіге қатысты. Жақсы, келесі графиканы ұсынайықшы экранға. Шетелдегі мүлік пен активтер. Сіздердің ақпараттарыңыз, декларация, жалпы 497 мың азамат декларация тапсырған. 58 мемлекетте 440 азаматтың жеке шоты бар. Оның жалпы сомасы 691 миллиард теңге екен. Ресейде 140 жеке тұлғаның шоты бар, ақш-та 65, Швейцарияда 38. 494 адамның 26 елде 666 жылжымайтын мүлкі бар. Ресейде 436, Біріккен Араб Әмірліктерінде 44, Түркияда 38, 1030 адамның 49 елде 1198 көлігі бар екен, Аржан мырза. Ресейде 292, Арменияда 235, Жапонияда 221, Германияда 106
62 көлігі, мүлігі, ақшасы, тағы басқасы. Енді негізгі сауалымыз осы декларация көлеңкелі экономиканы, жемқорлықты жоя ала ма деген сауал туындайды. Енді мынау сіз берген статистика қарап отырсақ, 4402 адам азамат әлі күнге дейін декларация тапсырмаған. Енді бұл жоғары лауазымдағы азаматтар ғой. Жаңа мемлекеттік қызметтегі басшылар деп отырмыз, жемқорлықпен күресеміз дейміз енді. Бірақ 4400 әлі күнге дейін декларация тапсырмаған. Жоқ, оның 1800 тапсырды енді. Азайтып көрсетсеңіз болады. 3000-нан аз, иә. Мынадай мәселе енді расында да жемқорлықты жоя ала ма? Көлеңкелі экономикамен күресті септігін тигізе ме, Айнұр ханым? Мен жауап берейін ба? Иә. Әрине, бұл жалпыға бірдей декларациялауды енгізетін кезде қоғам арасында біраз қарсылықтар білдіріп жатқан кісілер де болды. Себебі баста бұл 2017-тен бастап енгізу керек болатын. Жалпыға бірдей декларациялау барлық дамыған елдерде негізі енгізілген. Және ол жерде азаматтар өздерінің табысын жариялап, одан салық төлемей жарияламай, салық төлемей қалуға ұялады. Және бізде елімізде енді біз сол тенденцияға біз енді дамыған елдердің құрамына кіргіміз келеді. Еліміз дамысын дейміз. Әрине, кімнің енді біз тұралап бір орында тұра алмаймыз ғой. Сол сияқты бізде дамығымыз келеді. Сол сияқты біздің әртүрлі жаңағы механизмдерді қолданғымыз келеді. Сол елдерден жаңағы тәжірибесін алып. Сол үшін біз осы жалпыға бірдей декларациялауды енгізу барысында сол барлық халықаралық тәжірибенің бәрі зерттелді. Бұл жерде, мысалы, сіз қараңыз, қазір биылғы жылы жалпы сіз жалпыға бірдей декларация жалпы мемлекеттік қызметшілер, олардың жұбайлары, оларға теңестірілгендердің олардың жұбайлары тапсырды. Келесі 2023 жылы басқа санаттар, 2024 жылы басқа санаттар, ал 2025 жылы қалған азаматтардың барлығы, яғни Қазақстан халқының барлығы тапсыру қажет. Ол жерде енді жалпы кәмелет жасқа толғандарды айтып тұрмын. Егер кәмелет жасқа толмаса, оның атында мүлкі болса, онда ол үшін есептілікті сәйкесінше ата-анасы заңды өкілдері тапсырады. Енді бұл жерде қараңыз, егер де барлығы жаппай декларация тапсырып отырса, бұрын ата-анасының атына, жаңағы бала-шағасының атына, туысқаны, немересінің, шөбересінің атына жазып қойып жатқан мүліктердің бәрі осы жерде шығады. Яғни бұл жерде жалтаруға және салықтан қашуға мүмкіндік азаяды. Яғни тәуекел өте жоғары. Бұл жалпыға бірдей декларациялаудың сыбайлас жемқорлықпен күресуге де, көлеңкелі экономикасымен күресуге де қарқыны өте жоғары болмақ негізі. Сол үшін біз енді қазір жалпы халық арасында осындай түсіндіру жұмыстарын жүргізу үшін бірінші бір жағынан ең дайын біздің санат бар ғой, мемлекеттік қызметшілер, бірінші осы кісілер тапсырсын, содан кейінгі жылдары басқа санаттарға біртіндеп енгіземіз деп осылай қадам-қадаммен жасалып жатқан әрекет бұл. Сіздің ойыңызша, Жан? Мен ойымша бұл тәжірибе бізге Қазақстанға 21 жылдан енді күшіне еніп жатыр. Бұл тәжірибе мысалыға 25 жыл аяқталған кезде және 25 жылға дейін өзінің несін көрсетеді, қалай жұмыс жасайтын. Бірақ басқа елдерге қарасақ, ол жақсы. Мысалы, Ұлыбританияда сіз егер де көшіп барсаңыз, ақша мысалы салғыңыз келсе, көшпесеңіз, бірақ мысалы бір мүлік сатып алғыңыз келсе, сіз ол мүлік ақшаңыздың, активіңізді қалай пайда болғанын сіз түсіндіру керексіз мемлекетке, Ұлыбританияға. То есть, мысалға, мен там қару-жарақпен айналыспаймын. Салықтық мәдениет бар дейсіз ғой. Иә, сіз оны түсіндіру керексіз. Егер де олар заңдыға сәйкес табыс көргеніңіз болса, олар сізге мысалы құқық береді, мысалға бір мүлік сатып алуға, немесе де бір актив сатып алуға. Бізде де мысалы сондайды енгізіп жатыр. Тек қана Қазақстан азаматтары және шетел азаматтары да декларацияны тапсырады біздің Қазақстанда. Азаматтығы бар, азаматтығы жоқ азаматтар, егер де олардың мүліктері бар болса, Қазақстанның ішінде, немесе де шоттарында ақшасы бар болса, олардың барлығы тапсырады. Ал бұл жерде мысалы халықтың кейбірі түсінбегені, олар ойлайды, қазір біздің бүкіл мүлігімізді біліп қояды, тағы да басқа бір ойлар туындайды. Қорқыныштар. Ол қорқыныш, неге ол қорқыныш болмауы, себебі мемлекетте бүкіл информация бар, олсыз да бар. Әр азаматы қанша ақшасы бар, мүлігі бар, тағы да басқа. Ал енді бана мемлекеттік қызметкерлердің немесе де оларға теңестірілген азаматтардың қаржылық жағдайы, ол мысалға өкінішке орай кейбір кезде көрінбеуі мүмкін. Және де бұл банағы коррупциямен теневая экономика дедік қой бана. Иә, соны мысалға алдын алу үшін және де мысалға банағы қызметкер қолында белгілі бір билігі бар азамат табысы айлығы мысалы 1 миллион теңге,
бірақ ол мысалы 20 миллионға келесі жылы көлік сатып алды. То есть мысалға ол қомақты сума қалай пайда болды деген сұрақ туындайды. Сол кезде мысалға ол адам жауап беру керек болады. Қазір таңда ондай жоқ. Жалтарып кететін жағдайлар болып жатады ғой, анығын айтайықшы. Әрине. Әлде болмай ма? Айнұр ханым. Вот сол жаңағы жауапкершіліктен жалтарып кету жағдайлар болмас үшін осындай жалпыға бір декларация енгізілді ғой. Өйткені қазір енді мемлекетте маңызды тетік пайда болды. Байқасаңыздар. Мысалы 2250-00 нысан деген бар, биыл біз бәріміз тапсырдық, мемлекеттік қызметшілер. Соған теңестірілген азаматтар баруға. Онда біз 31 желтоқсан 2020 жылы қандай атымызда мүлік болды, соны жарияладық, яғни декларация толықтай көрсеттік. Ал келесі жылы, яғни жыл сайын бізде басқа декларация тапсырылады. Ол декларацияның ішіндегі көрсетілетін ақпарат та кішкене өзгешелеу. Яғни бұл жерде, мысалы, біз жыл сайын қанша табыс алдық, қандай мүлік сатып алдық, немесе мүлікті саттық па, сол ақпарат көрсетіледі. Ал енді мүлік сатып алып, жаңағы мен әріптесім дұрыс айтып жатыр, 20 миллионға мысалы бір қымбат мүлік сатып алып, өзі табысы 1 миллион бола тұра. Сұрақ туындайды ол жерде. Яғни егер де ол 20 миллионға пәтер сатып алса, мысалы сол жағалауда үлкен, ол келеді де сол 20 миллионның ақшасын шығысын растау керек. Қай жерден алды ол ақшаны? Оның сұрақ туындайды. Мүмкін ол жаңағы банктен несие алды. Ал мүмкін оның басқа қарызы несие алған жағдайда есептелмейді. Несие алған жағдайда оған сұрақ туындамайды, өйткені онда барлық құжаттар астында жазып тұрады, ол мен несие алдым деп көрсетеді ана декларацияда, ондай нысанда, иә, ол жерде жазылып тұр. Мүмкін ол біреу оған қарыз болды, және ол 2021 мен декларация тапсырғанда мен жаздым, маған анау адам 10 миллион теңге қарыз, ол нотариус арқылы расталып, дәлелденіп тұрған факт. Ол 10 миллион теңгені мүмкін маған қайтарған шығар сол жылы. Деген сияқты, ол да растау. Немесе басқа бір көлігі болды, соны сатты, жалпы барлығын қосып, үй алды. Ол кезде ол адамға қатысты ешқандай сұрақ туындамайды. Ал егер жаңағыдай күмәнді болса, онда сол кезде сұрақ туындайды. Қате айтсам жөндеп жібереріз. Көрермендер, қымбатты көрермен, түсінікті болу үшін, мысалы, менің жалақым жылына 2 миллион теңгені құрайды. Жылына 2 миллион теңгені құрайды. Жалпы алған кезде, және мен 3 миллионға несие алмай, 3 миллионға көлік алатын болсам, кіріс комитеті бірден маған келеді, иә? Маған бірден ескерту жасалады, бұл ақшаны қайдан алдың деген. Яғни, осы мәселені ескеру керек. Жалпы декларацияны жаңа өзіңіз айтып отырсыз ғой, халық кішкене дұрыс түсінбей жатыр, дұрыс қабылдамай жатыр. Бұл біздегі салық мәдениеті осыған байланысты келіп тіреледі, иә? Яғни қорықпау керек декларациядан ешқандай да, иә? Декларацияны қорқатын ешнәрсе жоқ. Біз ол жерде тек өзіміздің атымыздағы мүлкімізді, тапқан табысымызды ғана көрсетеміз. Ол жерде сіз басқа біреу үшін жауап бермейсіз, тек өзіңіздің әрекетіңіз үшін жауап бересіз. Әр адамда жауапкершілік болу керек. Өзің жүріп жүрген таза жолдарында, өмір сүріп жүрген жаңағы салауатты өмір салты үшін, біздің балаларымыздың тегін емделіп жатқан үшін, осы ақшаның бәрі қайдан келіп жатыр? Оның барлығы бюджеттен келіп жатыр. Ал бюджет ол осыны әрбір тиыннан құралады. Сіз мысалы дүкенге барып түбіртек талап етпей, мысалы кетіп қаласыз, ол кісі түбіртекті сізге бермеді, оны ол табысына алмай отыр, ол салықтан жалтарып отыр. Сіз де оған көмектесіп отырсыз. Көлеңкелік. Иә, бұның бәрі көлеңкелік экономиканың күрес. Ал сіз түбіртек барып талап етсеңіз, мейлі сіз 500 теңгеге тауар сатып алдыңыз, ол кісі патентпен жұмыс істеп жатқан кәсіпкер болуы мүмкін, осыдан 5 теңге салық төлейді. Қазір енді бізде жалпы 3 жылға босатылған ғой, 5 теңге салық төлейік дейік. Ал сондай сіз сияқты күніне қанша адам мысалы үшін судан құралады ғой бюджет. Осыдан тиыннан, әр тамшыдан құралады. Мынадай мәселе енді декларация бойынша бюджетке белгілі бір сомада ақша түсті. Көрсетілді, осынша бюджет толықты, осынша ақшаға. Енді сол нәтижемен мынау декларацияны өткізген азаматтардың осы қаншалықты сәйкес келеді, яғни осылардың мүлігі бюджетке түскен ақша. Мысалы, бюджетке 600 миллиард теңге түсті дейікші, мысалы ретінде, 600 миллиард. Олардың мүліктер расында да 600 миллиард па, әлде одан да көп болуы мүмкін бе? Осы жерде қалай тексеру жұмыстар? Жаңа енді айттыңыз, бір қатар мемлекеттермен келісімдер бар дедіңіз, бірақ бүйтіп өтіп кету, жаңа офшорлар бар, басқасы бар. Енді мынау қазір 4-ші өндірістік революция заманында дәуіріндеміз ғой, криптовалюта деген бар, басқасы бар, басқасы сол арқылы шығарудың жолдары. Егерде ол сіз айтып тұрғаныңыз, мен сіз сұрағыңыз егер дұрыс түсінсем,
егер шетелде болған мүлік болса, ол сол шетелге мүлік салығын төлейді. Ал егер Қазақстанның аумағында болған мүлік үшін, ол Қазақстанға төлейді мүлік салығын. Қаншалықты ашық, шынайы көрсетіп жатыр? Ол шынайы. Бұның барлығы бұрыннан қалыптасқан механизм бар. Кез келген үйдің өзінің бағалау құны болады. Ол бағалау құны мынау Әділет министрлігінің несінде, бақылауында, ол бағалау құнының бізде мемлекеттік корпорация бар, азаматтарға арналған үкімет деген. Солар бағалайды жыл сайын. Және сол бағалау құнын салық органдарына жібереді. Соған сәйкес, соған салық есептеледі. Бұл бағалау құнында ол үйдің барлық егжей-тегжейлі барлық сипаттамасы ескереді. Мысалы, үйдің қандай қабырғадан тұрғызылғаны. Мысалы, сабаннан жасалған қабырғамен, ана жерде жаңағы кірпіштен жасалған қабырға екеуі тең емес қой. Сәйкесінше ана үйдің амортизациясы тез тозады. Ана үй шыдамды, бір жағынан ол қымбаттау келеді. Сатқанда да, мысалы. Соған байланысты, және оның басқа да коммуникациялық жағы бар. Үй, мәселен, бір ауылда орналасқан болса, мынау қаланың орталығында орналасқан. Сәйкесінше қаланың орталығында орналасқан үйдің де коэффициент зонирования дейді, осы коэффициентқа байланысты да болады, оның бағалау құны. Ол әртүрлі көптеген сипаттамалар бар, соған байланысты оның жаңағы барлық сипаттамалары ескеріледі бағалағанда. Сонымен декларациялауға не жатады? Мүлік, жылжымайтын, активтер, акциялар, бағалы қағаздар, құнды қағаздар, инвестициялық алтын. Және сіз тұрғын үйде үлес қорыңыз болса, оны да көрсетесіз. Заңды тұлғада үлесіңіз болса, оны да көрсетесіз. Жақсы. Түсінікті. Енді декларация бойынша бір рейтинг жасаған болатынбыз. Paying Taxes зерттеуіндегі Қазақстанның орны. 2018 жылы 50 орын, 2019 жылы 56 орын, 2020 64 орын, зерттелген 190 ел. Мынау кеміп бара жатыр ма? Біздің рейтингіміз төмендеп бара жатыр ма, Айнұр ханым, әлде керісінше өсіп бара жатыр ма? Бұны қалай өзіңіз ашып айтып көрсеңіз? Жоқ, бұл жерде бұл зерттеу агенттігінің қандай ақпараттарды негізге алып есептеген маған қазір әзірге белгісіз. Бірақтан негізі біз қазір сол жаңағы дамыған елдердің қатарына сол рейтингтің жоғары жағында тұру үшін біз ориентация жасайтын үлкен ұйым бар. Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы. Оған барлық әлемдегі ең дамыған мемлекеттер кіреді. Біз солардың құрамындағы елдердің деңгейіне жеткіміз келеді. Өйткені ол елдерде ең жоғары көлеңкелі экономиканың үлесі 15%. Бізде қазір 20% ресми деректерге сәйкес. Енді сол 15%-ке шейін жеткізсек, яғни оның барлығын осы жалпыға бір декларациялау арқылы да және басқа да осы мемлекеттік кірістер органдары жасап жатқан механизмдер арқылы қол жеткізуге мүмкін болады. Мынадай мәселе. Мен мемлекеттік қызметкермін. Жарайды, енді мемлекеттік қызметкер болмай қойын, кәдімгі азамат, мен 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап декларация тапсыруым керек. Менің табысым орташа делік, бірақ менің өте бай туған туыстарым, жақындарым бар. Менің оларға ешқандай қатысым болмайды. Олар жеке өздерінің атынан өздері жасай береді декларацияны, дұрыс қой? Дұрыс, Жақсы, түсінікті. Енді кезекте бір жалпы шетелдік тәжірибені көргенбіз. Шетелдерде қалай екен, өзге елдерде бір жерде салықтан босатылып жатыр. Мысалы, Қырғызстанда Жапаров жаңағы ауыл шаруашылығымен айналысатын кәсіпкерлерді салықтан босатып жатыр. Түрлі бар ғой енді. Осы декларацияға қатысты әлемде табыс салығын мүлдем төлемейтін бақытты елдер бар. Оларға қойнауы қара алтынға толған бай мұнай өндіретін Біріккен Араб Әмірліктері, Сауд Арабиясы және Катар жатады. Бұл тізімге сондай-ақ туризмі өте жақсы дамыған Монако князьдігі, Багам және Бермуд сынды аралдар да кіреді. Ал кей елдерде мүлдем өзгеше, әсіресе дамыған елдерде кірістерін жасырған үшін салынатын айыппұл салықтан әлдеқайда жоғары. Мұндай тәжірибе көлеңкелі экономикамен күресу мақсатында қолданылады. Мәселен, ресейлік миллиардер Олег Тиньков жалған декларация үшін $500 миллиард айыппұл төлесе, француз министрі Ален Гризе жылы орнынан айырылған. Табыс декларациясының жүйесі әлемде қалай жолға қойылған, әріптесім Динара Жоламанқызының бейнематериалында. Қазіргі біздің қоғам үшін әзірге оғаштау көрінетін табыс жариясы шетелде қалыпты жағдай. Халықтың нақты кірістеріне салықтық бақылау жүргізу дамыған елдер ақш, Германия, Франция, Швеция, Италия, Жаңа Зеландия және Швейцарияда бар.
ақш-та азаматтардың табыстарына қарай 10%-дан 39-6%-ке дейін салық салынады. Елдегі резиденттер де жыл сайын табысын көрсетіп декларация толтырады. Ең төменгі пайызға жылдық кірісі $9,000 аспайтындар ие, ал 12 айда $418,000 асырып ақша табатын байлар жоғары процентпен төлейді. ақш-тың бұрынғы азаматы Олег Тинков жалған декларация тапсырған үшін $506 миллион төлеген. Артынша дәл осы салық үшін бұл елдің азаматтығынан бас тартып, ресейлік болып шыға келді. Тек 2019 жылы ақш-та салық қылмысы үшін 2300 адам сотталды, 2000-і темір торға қамалды. Мұндай ауыр жаза арқалағысы келмейтін америкалықтарда салық төлеу мәдениеті жолға қойылған. Ұлыбританияда да декларацияны уақытылы тапсырмаған үшін жаза өте ауыр. Егер табысын жариялауды кешіктірсе, өсімпұл жылдық кірісінің 2-6%-ын құрайды. Францияда салық жүйесі қатаң елдердің бірі. Бұл елдегілер ірі көлемде салық төлейтіндерін айтып жиі шағымданады. Францияда шағын және орта бизнес министрі Ален Гризе декларация немесе активтер туралы ақпаратты толық тапсырмаған үшін 6 айға шартты түрде бас бостандығынан айырылған. Сот Ален Гризе өзінің мүлкінің бір бөлігін атап айтқанда 170 мың еуродан астам акцияларымен бірқатар компанияларға тікелей қатысы барын әдейі жасырды деген қорытындыға келді. Le Figaro газеті. Ал көрші Ресей жеке тұлғалар үшін стандартты табыс декларациясынан бас тартуды жоспарлап отыр. Жыл сайын ресейліктер 14 миллионға жуық декларация тапсырады. Федералды салық қызметі, мемлекеттік кірістер органдары мұндай төлемді есептеу үшін деректерге қол жеткізе алатын болса, бұл құжатта алып тастауға дайын. Ал Тәжікстан салықтармен тәртіп орнатқысы келеді. Мұнда көптеген дамушы елдердегідей бұл күндері ешқандай нәтиже жоқ. Тек жанжал ғана. Куляб қаласының бұрынғы мері Бахром Иноятзода кірістер туралы декларацияда ол тек ресми жалақыны көрсетіп, бизнесмен жылжымайтын мүлкін жасырғаны үшін 12 жылға сотталды. Динара Жоламанқызы, Айжан Утиева, Ғабиден Жакушев, Атамекен бизнес арнасы. Хабарымыздармен қарай жалғастырамыз. Енді халықтан сауал деген бір кішігірім айдарымыз бар. Айнұр ханым, жауапты орган өкілдері келген кезде халықтың көптен бері қоя алмай жүрген сауалын біз осы телеарна арқылы жолдауға тырысамыз. Бірге көрейікші, осы декларацияға қатысты халықтың сауалы бар екен. Декларация тапсырғаннан не ұтамыз? Бұған дейін депутаттар, әкімдер декларация тапсырса нәтиже болды ма? Жоқ, не үшін халық жұмыс істейді, еще ол не үшін есеп беру керек? Әркім өз халық өз үшін жұмыс істейді. Осы күнге дейін істеген тірліктеріңізді, яғни халық жартылай білсе де, жартылай білмейді. Яғни осыны неге ашық түрде жариялау болмайды. Қарапайым халыққа декларация тапсыру не үшін қажет? Және ол халықтың уақытын алып қояды деп ойламайсыздар ма? Немесе электронды түрде жүргізіле ма? Айнұр ханым, енді кейбір сауалдарға жауап беріп өттіңіз. Депутаттар әкімдерден түскен декларацияның есебін сұрады. Бұдан бөлек қарапайым халықтың уақытын алмай ма қарапайым азаматтардың? Жалпы бірінші көп қойылған сұрақ ол не үшін керек, халықтың уақытын неге алып жатсыздар деп жатыр ғой ренжіп. Рас, ол не үшін керек деген сұрақтың орынды болғаны. Қазір бұл жалпыға бірдей декларациялауға барлық халық енген кезде ең алдымен мемлекет жалпы еліміздегі тұрып жатқан халықтың әлеуметтік жағдайын көреді. Кімнің қанша табысы бар, ол прямо сол үшін табысын көрсеткен үшін оны жаза алмайды ғой. Тек ол белгілі бір талдау жұмыстарын жасайды. Сәйкесінше мемлекет әртүрлі жоспар құрады алдағы уақытқа. Қай санаттарға көмек керек, қай санаттардың жағдайы төмен деген сияқты. Осы ретте нағыз декларациялаудағы алынған ақпараттың барлығы оңтайлы қолданады. Яғни ең алдымен ол халыққа керек біріншіден. Және қарапайым халық еш нәрседен қорықпауы керек. Оның салықтан жалтармайтын болса, жасырып отырған шетелде мүлкі болмаса, онда ол еш нәрседен қорықпайды. Ол жаңағы мемлекеттік кірістер органдары цифрлық көп өзінің оңай шешімдерін ұсынып жатыр ғой халыққа. Осы шешімдердің ішінде әрине бір жаңағы 2-ақ минутта тапсырған, мысалы мен өзімде тапсырдым декларацияны, мен 2-ақ минут уақытым кетті. Осындай оңай шешімдер болады міндетті түрде халыққа ыңғайлы. Ол жаңағыдай басын қатырып, ұзақ ойланатындай жағдай болмайды ол жерде. Өте оңай механизмдер болады. Ал жаңағы депутаттарға келсек, шенеуніктерге келсек, бізде негізі бұл сұраққа жауап беретін, ең бұл кісілердің мазалап жатқаны сыбайлас жемқорлық қой енді. Бізде халықтың арасында ол жоғары лауазымда отырса, ол нағыз жемқор деп ойлайды. Ол негізі барлығына бірдей жала жабылған нәрсе дұрыс емес қой негізі.
Сол үшін бұл жерде заңда қарастырылған жалпыға бір декларация аясында осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі ол сұрақпен айналысады негізі. Заңда, сыбайлас жемқорлықтың заңында жазылған 11-ші бап бар. Яғни әр мемлекеттік орган сол өзінің жаңа басшысы, яғни саяси лауазымда отырған қандай тізім, қандай ақпарат сайтта жарияланады. Яғни ол мысалы 2021 жылдың қорытындысымен келесі жылы 2022 жылы 31 желтоқсанға дейін бұл ақпаратты көруге болады деген сөз. Қарапайым халыққа қолжетімді болады ол ақпарат. Жақсы, қымбатты спикерлер, көп рахмет. Өкінішке қарай уақытымыз аяқталды. Бізге берілген халықтың сауалына жауап беріп, жалпы декларация туралы мағлұмат бергендеріңізге көп рахмет айтамыз. Аман болайық.